Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге пеште піскен пирожкилердің рецептісін ұсынамын. Бұл үшін қажетті ингредиенттер: сүт, тұз, қант, ашытқы, ұн және де қаймақ. Ең алдымен сүтімізді құйып, үстіне тұз, қант және ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Одан соң үстіне қаймақты саламыз. Және ұн салып отырып жұмсақ қамыр етеміз. Дайын болған қамырды бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Шамамен 1 сағатқа. Ары қарай салмасын дайындап аламыз. Салмасына қажетті ингредиенттер: орам жапырақ, сәбіз және де жуа. Ең алдымен сәбізді үккіштен өткізіп аламыз. Одан соң жуаны және орам жапырақты турап аламыз. Мінекей қамырымыз көтеріліп дайын болды. Осылай 2 бөлікке бөліп алдым. Енді пирожкилерімізді жасаймыз. Капуста жұмсарған соң салмасын газге қойып пісіріп аламыз. Мінекей пирожкилеріміз дайын болды. Енді жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Мінекей пирожкилеріміз дайын болды. Өте жұмсақ болып пісті. Жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.